Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте нәзік творожный пирогын жасайтын боламыз, бисквитный тестада. Ол үшін бізге жұмыртқа, құмшекер, қаймақ, сұйық май, болмаса сливочное масло, ұн және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жақсылап араластырып, оған құмшекерімізді қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Кейіннен оған сметанамызды саламыз, екі қасықтай. Оны да жақсылап араластырып, бұның үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Мен сливочное маслоны микроволновкада ерттім. Және де қыздар, мен каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаймыз. Енді ұнымызды саламыз, оның үстіне разрыхительді қосып, осындай қамыр шығатын болады бізде қыздар. Енді 24 диаметрі 24 сантиметр форманы алып, жан жағын осылай жапсады деп ойласаңыздар, майлап қойсаңыздар болады. Астына қағазын төсеп, тестамызды құятын боламыз. Тестамыз қоймалжың болып келеді. Бұл пирогты қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Кәдімгі песочный тестаға қарағанда бұның дәмі өте ерекше болып шығады. Сосын қыздар, сіздер қамырына апельсин цедрасын қосып жіберсеңіздер де болады. Болмаса ванилин де қоссаңыздар болады. Видеодағыдай осылай қамырды біркелкі формаға орналастыратын боламыз. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін бізге жұмыртқа, бір жұмыртқа, құмшекер, екеуін жақсылап араластырып, сметанамызды араластырып, кейін творогты қосамыз да, осындай біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер блендерлеріңіз болса, блендермен ессеңіздер тіптен жақсы. Мен блендерім жұмыс жасамай қалды, енді мен осындай лопаткамен жасадым, араластырдым. Негізі блендермен күштірек шығады. Біркелкі масса шығады сол кезде. Енді осындай салафан мешочекке салмамызды салатын боламыз. Бұл пирогтың түрі де ерекше болып шығады. Қазір көресіздер піскен кезде. Жақсылап осылай мешочекке орналастырып, егерде сіздер осындай бұндай мешок болмаса, кәдімгі пакетикке де салып кессеңіздер болады осындай ішетін. Енді осындай тура видеодағыдай жасаймыз. Сосын қыздар, міндетті түрде аз градуста пісіріңіздер, қызып тұрған пеште пісіреміз. Бірінші пешіміз қыздырып алып, содан соң пирогымызды саламыз. 35-40 минуттай пісетін болады. Мен 180 градуста пісірдім. Сіздер енді пештеріңізге қарайсыздар, бірақ бұл бисквитный тесто болғаннан кейін жай осылай көтеріліп пісу керек. Піскен-піспегенін зубочисткамен тексеріп тұрсаңыздар болады. Негізі бірақ 35-40 минутта пісетін пирог. Пешімізге жібереміз. Мінекей пирогымыздың мынау ішкі дүниесі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Самал, сау болыңыздар.